Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырып еліктеу сөздер. Сөздер айналадағы әртүрлі құбылыстардың дыбыстарына, қимыл әрекеттеріне еліктеумен немесе олардың бейнелерімен байланысты туған сөздер еліктеу сөздер деп аталады. Еліктеу сөздер мағынасына қарай еліктеуіш және бейнелеуіш болып бөлінеді. Қарастырсақ, еліктеуіш: тарс тұрс етті, гу сөйледі, бырт шайнады және қарқ. Бейнелеуіш: жалт қарады, бүлк қайнады, желп етті, дір етіп тоңды. Тұлғасына қарай негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі еліктеу сөздер мысалы күрс, тарс, жылт, жалт, солқ дегендей. Туынды еліктеу сөздер арсалаң, томпаң, көлбең, қорбаң, жылтың. Еліктеуіш сөздер құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Дара еліктеуіш сөздер арс, гүрс, қайқаң, көлбең, ал күрделі еліктеуіш сөздер мысалы маң, борт, арбаң, арс, жарқ, былқ, мырс ету, бүлк ету, жалт ету. Тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.